концепция ретінде біз жапон концепциясын алып отырмыз. Белгілі әнші Қайрат Нұртас Жапонияға барған екен. Мен оны неге барған білем айтпақ. Мен Жапониядан қоңыраттарды тауып алдым дейді. 2 молодых казахских интеллигента написали статьи о Японии дейді. Жапонияда оқу көктемде басталады. Әр елдерде әр түрлі уақытта оқу басталады негізі. Шымкент үшін мысалы 1 октябрьде оқу басталса да болады. Тамақ жеудің де әдебі бар, сөйлесудің де әдебі бар, жүрудің де, тазалықтың да барлығының әдебі бар. Жапон мектептері білімге қарағанда тәрбиені көбірек сіңіруге тырысады. Қай кезде мектепті Жапон қазақ мектебі деп атауға болады негізі? Ата-аналарды қандай түсіндірме жұмыстарымен қызықтырдыңыздар? Өзіміздің бұрынғы ұмытылып баратқан құндылықтарымызды қайтадан алып келіп алу. Күшті концепт. Және ерекшелену жағы ол қазақшылыққа алып келетін концепция екенін мен түсіндім да. Дұрыс ойлар, дұрыс идеялар олар ұқсас келеді. Асызка не ол? Не аппарат деген сұрақта ол. Соңы не бітеді? Немен аяқталады ол? Кішкене мен хейтер болып отырмын, енді байқап отырған шығарсыздар. Жоғары деңгейде ойлай алатын азаматтарды шығарамыз деді. Шетелге бірде-бір рет енді шықпаған Абайдың өзінде сондай ұлы философия қалды. Біз айтып отқан қазақ мектебі концепциясы пайда болу үшін мүмкін 2 жыл керек. И осындай нәрселерді зерттей келе біз ойладық Жапон концепциясын бізге енгізу өте оңай болады деп. Қазақ Жапон бір туған деп